Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге 40 қабат орамдарын дайындайтын боламыз. Бұл тағамды ең алғаш рет Франция елінде дайындаған екен. Олай болса, достар, бірге дайындайық. Фаршымызға жуамыз бен ащы бұрышымызды қосамыз. Оның үстіне жуылып тазаланған күрішімізді қосамыз. Және дәміне қарай тұз бұрышымызды, 1 стакан суымызды қосып, барлығын бірдей қылып араластырып аламыз. 40 қабаттарымызды алдын ала суға бұқтырып алатын боламыз, және де видеодағыдай қалың жерлерін алып тастаймыз. Енді оның ішіне салмасын салып, видеодағыдай орап алатын боламыз. «30 минуттың шамасында буға пісіріп алатын боламыз. Енді оған тұздығымызды дайындаймыз. Алдымен жуамызды, сәбізімізді турап алатын боламыз. Және де картоптарымызды видеодағыдай үлкен көлемде тураймыз. Және де қызанақтарымызды да ұмытпаймыз. Оны да ұзынша етіп турап алатын боламыз. Табамызға сары майымызды ерітіп алатын боламыз, және оның үстіне кезекпен кезек көкөністерімізді салып қуырып шығамыз. Және де оның үстіне 2 ас қасықпен томат пастасын салып, барлығын тұздап, үстіне суын құйып, бұқтырып алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, сіздерді әр елдің тағамдарымен таныстырып отыратын боламын. Осымен Франция елінің 40 қабат орамалары дайын болды. Ас болсын баршаңызға.